Ассалаумағалейкум талант каналының оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен осы 2021-де ең күшті жаңалықпен бөліспекшімін. Әрине біздің жаңалығымыз ол цифрлы технология саласында. Google компаниясынан үлкен жаңалық. Google дыбыстық енгізу программаларына қазақша енгізді. Яғни енді біз қазақ тілінде сөйлеу арқылы әріптер аламыз. Қазір кеттік. 234. Басқалай сөз айтайын. Көп сөздер тер алады. Бүгіннен бастап қазақша сөйлейміз. Қандай керемет, міне бүгіннен бастап қазақша сөйлейміз. Осы функцияны пайдаланыңыздар. Google компаниясы біздің қазақ екенімізді сезінсін, және қазақ тілінің қолданыста үздіксіз дамуда екенін білсін. Біз телефонымыздың параметрін қазақ тіліне теңшейік. Сол кезде бұл нені пайдалануға болады мүмкіндікті. Ол үшін телефоныңыздың ішіне кіресіз, язык деп тұрған жерін қазақ тіліне теңшейсіз. Ешқашан өзге тілде өмір сүруге болмайды, өйткені Google компаниясы бізге барлық мүмкіншілікті жасап қойды. Айналайын қазақтар, қазақша сөйлеңдер. Өте керемет. Болашақта бұл функцияны пайдалану арқылы біз романдар жазуға болады, яғни. Бұл үздіксіз жетіледі. Кейін мысалы кітап жазатын кезде біз өз ойымызды қазақша сөйлеп отырамыз, оны мына боттың көмегімен тереді бұл. Бұл тек қана Google компаниясына ғана тиесілі болмайды, болашақта бұл технологияны ұрлайды басқа компаниялар. Әртүрлі программа шығады, әртүрлі роботтар шығады. Сол кезде роботтар кәдімгі біздің сөйлеген сөзді білетін болады. Яғни қазақшаны мен ғана білем екен деп ойлап қалмаңыздар. Бұдан кейін Құдай қаласа біздің тілді компьютер, роботтық техника бүкіл әлем біледі деген сөз, яғни. Мысалы қазақ өмір сүрмейтін мемлекеттерде мысалы біздің тілімізді оп-оңай біліп алады елдер. Жаңағы роботты әкеп жанымызға қояды. Біз қазақша сөйлесек, ол біздің тілімізді жаңағы адамдарға аударып береді. Сондықтан бұл үлкен жаңалық. Бір жағынан үлкен жаңалық, бір жағынан аянышты мен үшін. Шынымен де. Бұрын қазақ тілі біраз да болса құпиялыққа толы еді. Яғни тілсім еді. Басқа әлем білмеуші еді. Енді бізде ешқандай құпиялық қалмады, енді роботтар да қазақша біледі деген сөз. Жаңалық мол болсын, жаңа жылдарыңызбен. Әрқашан қазақ ұлты, қазақ тілі тек алға.